Бізде шындық және жалған тапсырмасы тесті бойынша үй тапсырмасы берілетін болады. Енді бастайық. Қан адам денесінде үздіксіз айналып жүреді. Шындық па, жалған ба? Қан адам денесінде, бүкіл денесінде айналып жүреді, үздіксіз, тоқтамай. Шындық. Көрейге, дұрыс па екен? Дұрыс. Өте жарайсың. Ары қарай, қан тек ас қорыту жүйесінде ғана болады екен. Ас қорыту жүйесінде ғана болады. Кім айтады? Дұрыс екен, иә? Қан тамырлары тек жүректе ғана орналасқан. Қан тамырлары тек қана жүректе орналасқан. Жалған. Көрейік. Жарайсыңдар балалар. Барлық сұраққа дұрыс жауап беріңдер. Енді осы бүгінгі жаңа сабақ туралы қысқаша түсіндірген мәлімет болсын. Екінші, үшінші, төртінші топ. Қан топтары бірінші, оның таңбасы нөлмен белгіленеді. Екінші қан топтары, олар міне А, қасында міндетті түрде. Қараңдар, енді мысалға қан ол біздің өміріміздің тірегі, иә? Осы қан арқылы бізде тіршілік жүріп жатыр. Ол адам ағзасының сұйық ұлпасы. Оның құрамында 3 неден тұрады екен. Жаңағы плазма, қан жасушалары бар, эритроциттер, тромбоциттер және лейкоциттер. Эритроциттер олар қанның қызыл жасушалары, ал лейкоциттер олар қанның ақ жасушалары, иә? Және тромбоциттер ол қан құюына көмектеседі екен. Енді мына жерде қараңдар. Екінші қан құю ережесі. Мына жерде айтып отырды. Балалар білесіңдер ме? Біздің қанымыз өміріміздің негізгі тірегі. Қан бірінші, екінші, үшінші, төрт топқа бөлінеді. Төрт топқа бөлінеді. Мына жерде қараңдар. Қан құю ережесі. Адамдардың 85%-ында ресурс жаңағы 10 болады екен. Ал 15%-ында теріс болады екен, иә? Не бардың ба? Бірге басыңдар ма? Не бар? Және төртінші қан тобы қабылдай алады олар. 1, 2, 3, 4 қан топтарын және қан бере алады, төртінші топқа бере алады, иә? Қаны, қанша қате кетті? Қате бар? Қате бар ма? Онда 2 балдан бересіздер, иә? 2 балдан береміз. Сонда 2 балдан бергенде 1-1 балдан бөліп қоясыңдар, иә? 1-1 балдан. Аша 1-1. Келесі тапсырма. Бері қараймыз. Келесі 3 тапсырма. Мына жерде жұмыстар берді сендерге. Жеке тапсырма әр оқушыға әркім өзі орындайды. Бірінші деңгейде оңай сұрақтар, екінші деңгейде орташа және үшінші кішкене қиындау сұрағы, иә? Үшінші. Оларға 4 балдан бересің. Топтар. Бәрі қатысты ма? Қатысқан оқушыларға ғана бересіз. Мына жаққа кім шықты? Соларға 4 бал алсын. Бәріне бар ма? Бар ма? Жоқ, мына жерде жазамыз. Мына дұрыс бар. Тапсырмаларды орындаймыз. Оларға балдар соңғы несінен шығарып, соңғы балын шығарамыз ойда. Кім қанша бал болды? Кән азырақтан орындаймыз. Мына жерде не заттары бар ма? Мына заттары бар. Осы заттар арқылы, иә? Мына заттар бар. Сосын не бар? Көмектесеміз?
Sen tыныш, ақырын. Бірінші топ. Абдрахман бірінші қазір екінші топты көрсетесіз. Біріншіге барлық жалпы донор. Оларға алалар тек қана бірден ғана алады. Екінші? Антигені бар. Бірінші және екінші. Үшінші? Қызыл түршіктерді бетеге ұмаласқан арнайы ақбоз. Егер ол болса адамның қаны ресурс, ол егер жоқ болса донордың қанын құямыз. Екіні көрсет. Екіні бер. Екінші қан толы екен, оған екінші қан орындаймыз. Бұл жерде сендерге барлығын орындайтын болсаңдар, 10 балл. Несі дистрикторлардың қасында тұр ғой? Орташа. Просто түсіндіресіз. И мынаны түсіндіресіз. Түсіндіреміз. Добавилось. Екінші топ. Bir-birine ауыстырыңдар, қазір сендер ет боласыңдар. Дұрыста боласыңдар. Bir-birine ауыстырыңдар. Тесті ауыстыр, bir-бірге ауыстыр. Енді кеттік. Асия бер. Аты жөндер жазды ма? Ал тек қараңдар. Енді екеуін тексеретін боламыз. Бірінші, қай топ, қай қан тобы бар қан топтарына донор болады. Дұрыс. Не бұнда? Қателерді тексерді. Қатені тексерді. Екінші. Ойбай. Қай қан тобы барлық қан тобынан алалады. Наоборот, алалады. Абы деген қай топ еді? Дұрыс. Белгілейміз. Тесті белгілейміз. Үшінші. Агглютинация дегеніміз не? Қан жасушалардың бір-біріне жабысып қалуы тексерейік, тексеріп көрейік. Дұрыс. Жаңа қателерін тексеріңдер. Дұрысты дұрысқа, иә? Ары қарай, егер ананың қаны ресурс теріс, ал баланың қаны ресурс 10 болса, не болады? Не болды? Ресурс конфликт пайда болады. Көрейік. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс болса дұрыс, дұрыс емес болса белгілейміз. Енді соңғы дұрыс және бұрыс қан құю кезінде ресурс фактордың сәйкестігі маңызды ма, маңызды емес па? Маңызды ма, или маңызды емес па? Қайсы? Екеуін қайсы басады? Маңызды мынау маңызды емес. Маңызды көрейік. Дұрыс. Кімде қате кетті? Балын жазамыз. 5 балл болса, 5